Assalamualaikum. Армысыздар. Бүгінгі түсірімде бұқа бордақылау жайлы болады. YouTube'тың шарты бойынша аптасына 4-5 видео салу керек. Сондықтан YouTube'тың шартын орындау керек. 1000 подписчикке жету керек. Сондықтан тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Арнаның дамуына үлес қосқандарыңыз болады. Көрек. Сіздер үшін енді бәрін тұрғызамыз енді. Бірінші бұқамыз Angus Schatz. Екінші бұқамыз Mickey Mouse. Hey. Mickey Mouse. Бұл да Angus Schatz. Үшінші бұқаша бұл Алатау. Жем жеп алып жатыр. Тұрғызбай қойын, өздері тұруы мүмкін. Бұл швед, 4-ші. 5-ші де швед. 6-ші Алатау. Жануар. Тұрып атыр жайлап. Жануар. 7-ші Тарғыл. Бұл да Angus Schatz. 8-ші швед. Енді астарына келетін болсақ, астарында пол. 4 пол. Стропилалы. Астарына осы ағаш пол қойған дұрыс осы астына. Қарамал астынан жетектейді. Сондықтан астына осы тақтаймен тағып осы пол дұрыс болады. Көбісі сементте тұрады малдар. Оған дұрыс семірмейді. Өйткені ол суық болады. Сондықтан семірмейтін болады. Алатау тұрды. Кранды әкеп қойғанбыз түбіне. Су тасу оңай болу үшін. Шарылдап ағып тұр қазір. Алдарында тұз барлығына. Суды жақсы ішетін болады, одан кейін тәбет жақсы болады. Ақырлары кәдімгі 200 литрлік бөшкі соның ортасынан бөлініп кесілген. Кесілген кезде мына кесілген жерлері өткір болады. Сондықтан мына арматурасы бар кіленеді. Әйтпесем қолды тиген жеріңді осады әйтпесем. Бұл бұқашаларды ағаныма 4,5 ай болды. Августтың 10-ына алынған. Жануар. Бұлардың қанша жем жеп тұр, қандай жем жеп тұр, соны қазір түсіретін болам. Ал енді бұл осы шөміштен толтырып біреу кебек, бір шөміш кебек, майдаланған жүгері, дробилкіден өткен майда, ұнтақ. Осыдан 1,5 шөміш и мушка. Мушкадан 1 шөміш. Жалпы саны 3,5 шөміш бір мал азанда. Барлығын тартатын болсаң 4 килодай шығады. Кебегің бар, жүгерің бар, мушкаң бар. 4 кило шамасында шығады. Бұларға аз-аздан берген себебіміз, бұлар жас малдар, енді жасына толған. Сондықтан тез семіріп кетсе, бұлар көп берсең өсуі қиын болады, өспей қалады. Сондықтан көктемге дейін аз-аздан беріп бұларды өсіріп аламыз. Көктемде көбейтеміз, жемін көбейтеміз. Кебек, мушкалар сөгей тұрады. Жемін көбейтеміз жүгеріні.
жарты көпшіктен қосып 15 күн сайын жарты-жартыдан сөйтіп көбейе береді. Көктемде жемін көбейтіп, ары қарай тез семіреді, сол кезде өсіп алғаннан кейін. Енді бұларды жаңа жылда белдерін осы белінен немен тартып, прищеппен қанша сантиметр бел орамы, қанша сантиметр, соны метрмен өлшеп, қанша кило тірі весі анықтайтын боламыз. Сол кезде видеоларын түсіретін болам. Тірі салмағы қанша, таза еті қанша береді. Жаңа жылда Алла қаласа түсіріп видео жүктейтін болам. Енді 10 күн сайын видео жүктеп тұрам. Енді қалай өзгерді комментарийде жазып, қайсы мал тез өсіп жатыр, қайсы мал тез семіріп жатыр, соны көріп комментарийде жазатын боласыздар. Қай мал жақсы семіреді екен, қай малдан пайда көп дегендей. Соны білетін боласыздар. Енді бұны сентябрьге дейін ұстаймыз деген ниет бар. Бұл малларды жалпы. Сентябрьде біртіндеп дайын болған сатыла береді. Сатылғандай қаншаға кетті, қаншадан алынған, соның бәрін айтатын болам. Мына швед. Малдан пайда бар ма, қанша пайда қалады, соның бәрін айтатын болам. Сондықтан арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Әр видео соны өткізбей көретін боласыздар. Көп адам тіркелмей көреді екен. Тіркеліп монетизацияға жету үшін 1000 адам жинауым керек, 1000 подписчик. Сол үшін тіркеліп кетіңіздер, ағайын туыс бауырлар. Арнаның дамуына лайк басып тіркеліп кетсеңіздер, сол мен үшін үлкен қолдау. Енді жалпы басы бұлардың бұл жерде 8 бас. Екінші қорада 5 бас бар. Жалпы 13 бас қой. Екінші қорадағында түсіретін болам. Бұлардан енді шамалы кішкентай жастар болғанда 3-4 2 ай шамасында кішкентай. Жалпы бәрі бір жерден алынған бұлар жаппайға. 286-дан түскен жаппайға. Августтың 10-ына алынған. Екінші қорадағында түсіріп, қанша жем жеп тұр, қандай порода бәрін айтып өтетін болам қазір. Екінші қораға барайын қазір. Сол кезде көретін боласыздар. Жамгір құйып тұр Жетісайда. Енді өзім Жетісай қаласында Алғабас ауылында тұрам. Ал бисмилля. Екінші қораға жетіп алдық міне. Барлығы жемін жеп алып жатыр. Сіздер үшін енді бұларды тұрғызып түсіретін болам. Жамгір құйып тұр енді. Бір Алла қолдасын енді. Бисмилля. Ай тұрыңдар, ей. Мал теуге болмайды. Айчу. Тұр. Ай жануар. Чы. Хайда. Чу. Ай жануар. Рахаттанып жатыр еді бұлар енді жем жеп алып. Енді бұларға келетін болсақ, енді Әулиекөл. Бұлсы да Әулиекөл. Үшінші де Әулиекөл. Төртінші. Енді бұл қазақ енді. Порода. Білмедім мен. Қандай порода. Порода емес ау деп қоям. Екінші де өзіміздің қарапайым өгізше ғой, бұқаша. Осы 5 бас осы жақта. Ақырлары да осындай бір бөшкемен істелген. Ортасынан кесіп, арматурасы бар келем.
жандарына. Біріншіні полды қағып алып, одан кейін осын істеу керек. Малдың несіне осы метрмен есептеп. Әйтпесем пәс қылып, или биік қылып қоюыңыз мүмкін. Бұлардың да алдарында тұз. Жануар. Әулікөл. Енді олар кішкентай енді алдыңғылардан. 8 үлкен бөлек қойғанбыз. Дәу қорада. 5 кішкентай. Екінші қорада. Астары пол. Астында стяжка, оның үстінде пол. Негізі стяжка құйып алып, үстіне пол ұрған дұрыс. Пол ұзаққа шыдайды сол кезде. И мен ар жақта қорада мұндай яма жоқ менде. Негізі осындай яма керек екен. И салатын кезде малхананы мал асыраймын деген адам мына кең қылу керек екен. Мал артынан жүруге 1 метр. Арбамен кіріп, малыңыз көп болса, мысалы арбамен кіріп, тез алып шығып кетуге жұмысыңыз оңай болады, тез бітіресіз. Осындай арық қылу керек. Мал асырайын деген адам жағдайын жасау керек. Сол кезде қиналмайсыздар. Ал бұл жерде де кран әкеп қойғанбыз. Бұлақ сияқты ағып тұр енді бұлда. Сорғылау ағып тұр. Қара оңай болады, түбінен аласыз, бересіз. Мал салатын кезде осының бәрін бірінші әкеп істеп алсаңыз, малға қарау оңай болады, қиналмайсыз. Бұлар енді кішкентай көлікшілер, содан кейін бұлардың міне бұның шөміштері, бұның шөміші кішкентай енді. Осыдан екеуі жейді, азанғысын. Кебектен екеуі жейді, жүгерден екеуі жейді ғой. Жалпы 3 килома болады ғой азанда кешке. Азанда 1,5, кешке 1,5. Бұлар кішкентай, сондықтан аз жейді. Ең кішкентайымыз біздің Микки Маус шатысы. Ең еркетай осы. Одан кейін бұл алабай. Чатынар. Енді басы енді ангусқа келеді. Қатыс қой жалпы айтқанда. Шешесі қазақ, әкесі ангус дегенде болып тұр ғой. 10 күн сайын осыларды да жүктейтін болам. Бәрін бірге. Не істеп жатсың, осылай шынжырмен обязательно шынжырмен байлау керек малды. Неге десеңіздер, бұлар тісі қышиды. Сонымен жіптің бәрін қиып, босанып кете береді. Талай жіппен басында. Жіптерін қиып, күніге босанып кете береді. Сондықтан шынжырлап тастаған дұрыс. Ілетіні бар, іліп, қысқарта бересіз, ұзын болып жатса шынжыр. Ұзартатын болсаңыздар, ұзарта бересіздер, жағынан шынжыр болады. Солай малды қарайтынға ыңғайлап алсаңыздар, мал бағу да оңай болады. Қиналмайсыздар. Малды бағу да оңай емес. Қысы жазы 3 мезгіл қарай көрек бұлар. Қыс демей, жаз демей, ыстық демей, суық демей. Малда береке бар жалпы. Мал баққанға бітеді дейді. Малда береке бар. Сондықтан мал асыраңыздар. Әр қазағым бай болсын. Әр қазағым аман болсын. Ал ендеше аман сау болыңыздар. Бейсенбі күні Жетісай мал базарын түсіретін боламын. Қой, сиыр, жылқы, жалпы барлығын түсірем. Енді бұл видеода 10 минуттан түсірдім. Қаралым көбейіп атса, қолдап атса 15 минут, 20 минуттан түсіретін болам әр видеоны. Қолдау жақсы болып атса
кішігірім енді мотивация ғой, енді шабыт береді, енді көп адам көріп, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп жатса, қуанып, енді көп адам көріп жатыр, көп адам лайк басып жатыр, комментарий жазып жатыр, тіркеліп жатса, енді жақсы түсіруге енді шабыт береді да, жалпы айтқанда. Енді бары осы, енді үйдегі кішігірім шаруашылық қой, енді кішігірім болса да осы жерде енді апрельге дейін тұратын болады. Осы жерде оған дейін осы жерде тұрады. Апрельде Алла қаласа талдардың астына байлаймыз бұларды көлеңкеге. Ата күн ысыған кезде бұл жерде тұру мүмкін емес. Ал ендеше бейсенбі күні кездескенше аман сау болайық.